Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Аружан, журналистика мамандығының 3-ші курс студентімін, Халықаралық Қазақ-Түрік университетінде оқимын. Бүгінгі видеоның тақырыбынан білген шығарсыздар, бүгінгі біздің тақырыбымыз журналистика мамандығына қалай түсуге болады. Бірінші, өздеріңіз білетіндей, журналистика мамандығына түсу үшін 2 бөлім болады. ОБТ және шығармашылық емтихан. Кәдімгі жас түлектер көріп отырған шығар, мені жас түлектер ОБТ тапсырасыздар. Жалпы балл 35 балл болу қажет. Біріншісі Қазақстан тарихы, екіншісі оқу сауаттылығы. 2 пәнді таңдап, 2 пәннен 35 балл жинайсыздар. Екінші бөлім ол шығармашылық емтихан. Шығармашылық емтиханның өзі 2 турдан өтеді, яғни бірінші тур ол эссе жазу, екіншісі сұхбаттасу. Бірінші турда сізге 3 тақырып беріледі. Сол 3 тақырыптың кез келген ұнағанын таңдап, сол жерде эссе жазасыз. Екінші тур бізде сұхбаттасу болады. Сұхбаттасу кезеңі барлық адамдарша барып сұхбаттасасыздар, және одан бөлек өзіңіздің жеткен жетістіктеріңізге өте аса мән береді. Өзіңіздің жаңа олимпиададан ұтқан жетістіктер болса, марапаттаулар болса, не болмаса газетке шығарған мақалаларыңыздың барлығын жинақтап, сіз комиссияларға көрсетесіз. Және сізге сұрақтар қойылып, сол сұрақтарға жауап беру, яғни сұхбаттасу кезеңінде осылай өтеді. Бірінші бөлімде 35 балл ОБТ-дан, екінші бөлім шығармашылық емтиханнан сіз 90 балл жинап, жалпы балл 125 балл жинайсыз. 125 балл жинап, журналистика мамандығына грантқа түсе аласыз. Осымен видеомыз аяқталды. Егер сіздердің түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Және мен Instagram парақшама да жазып қойсаңыздар, мен күнделікті журналист, студенттің өмірін көрсетіп жүрмін. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Сау болыңыздар.